Ең алдымен алдыңғы бойдың лекаласын сызатын боламыз. Ошы бөлу 2. Мына жерге ошыны бөліп саламыз. Ошы менде 18. Міне бірді алып келіп 18-ге былай қоямын. Осы жерді белгілеп аламын. Ішке қарай 1 см белгілеймін. Төменге қарай 8 см түсемін. Осы түскен 8 см мен ішке қарай 1 см белгіледік қой, соны осылай қосып аламыз. Енді шыпыны белгілейміз. Шыпы менде 12. Мына аралық 4 см болу керек. Осы жерді белгілеп аламыз. Енді төменге қарай 18 см белгілейміз. Он 18-тің қақ ортасын тауып аламыз. 9. Мына жерге біз шыгыны белгілейтін боламыз. Шыгы бөлу 2. Шыгы менде 36. 36-ны бөліп салатын боламын. Алтының келген тұсын осылай белгілеп аламын да. Осыны сызып аламыз. Енді мына тұсқа огыны белгілейміз. Огының формуласы ог плюс 5 бөлу 2. Так, ог менде 46 плюс 5 бөлу 2. Так, 25-те 5. 25-те 5-ті мына жерден сызып аламыз. Енді мына шыпы мен мына огыны қосамыз. Төменге қарай түзу сызық түсіреміз. Енді мына келген тұста осы бұрышынан 2 см жоғары көтерілеміз. Осы жерді осылай қолтық ойындысын шығарамыз осылай. Біздің қолтық ойындымыз шықты. Енді бізге талияны табу керек. Талияны табу үшін dp плюс 1. dp плюс 1. dp менде 45. Бірді қосам 46. Міне, мына жерден 46-ны тауып аламын. Сол келген тұсқа отыны белгілейтін боламыз. Оты менде 43. Мына жерден 43-ті белгілеймін. 43-ті 2-ге бөліп саламыз. Оты бөлеміз 2-ге плюс 3 см вытычкаға қосамыз. 43-ті осылай бөліп салатын боламыз. Так. Оған 3 см қосамыз. Осыны сызып аламыз. Енді мына огы мен отыны қосамыз. Қостық. Енді бізге вытычка табу керек. Менде вытычка 29. В плюс 1. Вытычкаға 1 см қосамыз. Мына жақтан бастап төменге қарай вытычканы белгілейміз. Қай жерден келіп тұр? Міне 30, мына тура мына жерге келіп тұр екен. Енді мына жақтан 10 см белгілейміз. Мына жерге келіп тұр. Осы тұстан төменге қарай түзу сызық түсіреміз. Төменге қарай түзу сызық түсірдік. Енді
екі жаннан 1,5 сантиметр белгілейміз. 1,5. Бұл бізде вытычка. Осыны сызып аламыз. Енді мынаның келген тұсынан түзу сызық түсіреміз. Бұның да жаннан 1,5 сантиметр аламыз. 1,5 алдық. Осыны қосып аламыз. Болды, осының екі аламыз дайын болды. Енді біз артқы бойдың екі аласын сызатын боламыз. Ошы бөлу 2. Ошы менде 18. Бірді алып кеп 18-ге былай қойып, мына жерден белгілеп аламын. 1 сантиметр ішке белгілеймін. Төменге қарай 3 сантиметр түсеміз. Алдыңғы бойда 8 сантиметр түстік, ал артта 3 сантиметр түсеміз. Осы екеуін қосамыз. Екі нүктені осылай қосамыз. Енді шыпыны белгілейміз. Шыпы менде 12, мына аралық 4 сантиметр болу керек. Так. 4 сантиметр мені әжіре келтір. Осыны сызып аламыз. Шыпы бөлу, шыпы 12. Мына аралық 4 сантиметр. Төменге қарай 18 сантиметр белгілейміз. 18-дің қақ ортасын тауып аламыз. 9. Осы тұсқа біз шысыны белгілейміз. Ширина спина. Шысы бөлу 2. Ширина спина менде 39. 39-ды бөліп саламын. 39-ды мұнда бөліп салатын боламын. Мына 39 мына жерге келіп тұр екен. Осыны сызып аламыз. Енді төменгі бөлікке біз оғыны белгілейтін боламыз. Оғы плюс 2 бөлу 2. Оғы менде 46. 46-ға 2-ні қосам 48. 48-ді бөліп салам. 48. 48 мына жерге келіп тұр. Енді мына шыпы мен ширина спинаны қосамыз. Төменге қарай түзу сызық түсіреміз. Енді осы келген тұстан 3 сантиметр жоғары көтерілеміз. Осы жерге осындай ойы қысамыз. Қолтық ойынысын шығарамыз. Енді бізге отыны табу керек. Аппат талияны табу керек. Отыны табу үшін ДП. ДП-ға 1-ді қосамыз. ДП плюс 1. ДП менде 45. 46-ны тауып аламыз міне. Мына жақ тұстан төменге қарай 46-ны белгілеп аламын. Осы 46-ның келген тұсынан обхват талияны белгілейміз. Оты менде 43. 43-ті бөліп саламын. 43. 43 плюс 3 сантиметр вытычкаға қосамыз. Осы жерді сызып аламыз. Оты бөлу 2 плюс 3 сантиметр. Осы оғы мен отының арасын қосамыз. Енді бізге керек вытычканы табу керек. Ол үшін мына жақтан оғыдан 10 сантиметр белгілейміз. Талиядан да 10 сантиметр белгілейміз. Бұл бізде стандарт. Екеуін осылай қосамыз. Екі жағынан 1,5.
1,5 тигізге аламыз да осылай қосып сызамыз. Біздің артқы бойдың лекаласы дайын болды. Сызып алдық. Енді қараңыздар. Мынаны матаға түсірген кезде мына мойыннан, плечодан ешқандай тігіске алмайсыздар. Тек мына жанынан ғана 1 см тігіске алатын боламыз. Жанынан ғана тігіске 1 см алатын боласыздар. Мына төмен жақтан, мына проймасынан ешқай жерінен тігіске алмайсыздар. Міне матаға қойған кезде мынаны қиып аласыздар ғой былай. Мына жақ бізде ізгиіп болады. Ізгиіп. Ал мынаны вытычкасын тіккен кезде қараңыздар. Міне тақап тура мына жаққа дейін тікпейсіздер. 3 см мына жақтан. Төменге де 3 см. Міне. Вытычканы осы жерге дейін ғана тігесіздер. Тақап бір-біріне былай түйістіріп тігуге болмайды. Ол қате болып саналады.